Саламатсыздар ма, қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен кешірім өтінем, енді мынау тіреді ойы кішкене уақыты созылып кетті. Мына соңғы елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты менің ресми өзімнің жұмысым, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, сыбайластық пен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанынан құрылған республикалық ақпараттық ағарту штабының төрайымымын. Мен мынау Ақтөбеден кейін Нұрсұлтанға келгенде барлығымызды удаленкаға жіберді. Удаленкада енді біздікі идеологиялық жұмыс қой, ақпараттық штабтың. Сонымен не істеймін деп жаңағы антикор айтысты ұйымдастырдық. Онлайн ұйымдастырдық. Барлықтарыңыз көріп отырсыздар. Осы орайда мен сіздерге айтайын дегенім, белсенділік танытыңыздар. Мына ұлттық дүниенің құдіретін, ұлттық дүниенің қасиетін, жалпы мынау біздің төл дүниеміздің елге насихаттауда қыздар айналайындар, сізбен біз жасаймыз оны. Мен ылғи сіздермен кездестігенде айтам, осы төл дүниенің құдіретін көтеріп, жаңағы салтымызды, дәстүрімізді, ғұрпымызды, ділімізді, тілімізді насихаттайтын ең алдымен қолөнершілер. Неге дейсіз ғой? Сонау ықылым заманнан бергі қолөнершілердің еңбектері өте жоғары бағаланған. Қолөнершілер елдің жаңағы төрінде отырған. Қолөнершілер ханның сарайына емін-еркін кірген. Сол қазіргі заманда кішкене мынау біз кенжелетіп, өзіміздің төл дүниемізді кенжелетіп жатырмыз. Оған жаңағы суырып салма ақындардың да өнері, мынау біздің қол өнеріміз, жалпы мынау ұлттық киіміміз, тіпті өзіміздің әдемі, әдеби қазақ тілімізден де сөйлегіміз келмейді. Сондықтан да айналайындар, мынау әлеуметтік желіде айтысты көріп отырсаңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Ақындарымызға, бәрі жас балалар, барлығы осы жемқорларға қарсы мен айтам, тіліп айтыңдар, қорықпаңдар деймін. Сондықтан осы орайда мен осы жердегі мастер-класста отырған қыздарға алғысымды айтамын. Әсіресе Ақтөбе өңірінің қыздарына алғысымды айтамын. Айналайын, Ақтөбенің қыздары өте ұйымшыл қыздар екенсіңдер. Мына басында мен осы Ақтөбеде ақысыз алаң ашып кеттім ғой. Бүкіл өңірлерде біз көрпе фестивальден кейін мен әкімдермен келісіп, мен өзім қоятын шартым сондай, міндетті түрде ақысыз алаң беріңіз қыздарға деп. Сөйтіп Ақтөбе өңіріндегі ақысыз алаңды басқарып отырған Гүлбаршын деген сіңілім бар. Айналайын Гүлбаршын, саған рахмет. Сонау жаңағы қаншама қыз-келіншектердің басын біріктіріп, сондай әдемі алаңға ие болып отырсың. Қыздардың саудасын жүргізіп отырсың. Сондықтан да саған ерекше ризашылығымды білдіргім келеді. Ал қалған қыздар, сіздерге де айтатын, белсенділік танытып, осы мынау қолөнердің маңында жүрген, жалпы мен ылғи айтам, бұл өнердің басына мінезі бар, киелі, қайсар қыз келеді. Сондықтан да сіздің мына біздің осы бүкіл қазақ даласында қазақ әйелдерінің осы өнердің айналасына жиналған. Біз өзіміздің ауызбіршілігімізді көрсете білуіміз керек. Біз өзіміздің жаңағы мына жылтыр дүниеге төтеп бере алатын, жылтыр дүниеден де өте мәртебесі жоғары дүниенің бар екенін, соның басында отырған қыздардың бар екені, сондай қауымның бар екенін біз көрсете білуіміз керек. Жарай ма? Енді барлығымыз мынау заманға байланысты бір әлеуметтік желі пайда болды, пайдасы өте көп, зияны да бар. Бірақ біз сол әлеуметтік желіні айналайындар осы төл дүниемізді насихаттауда. Қай уақытта болсын, қандай тақырып көтерілсін, ұлттық дүниенің айналасында көтерілген тақырыптың барлығында сіздер лек-легіңізбен жүрулеріңіз керек. Ол жаңағы сіздің лүпілдеріңіз бар ма, комментарийларыңыз бар ма, репост дей ма, Facebook парақшасында поделиться. Соны мен күні-түні қыздарға қақсап айтып жатырмын. Ол жаңағы менің жеке басымның мәртебесін көтеру үшін емес. Менің де қарап отырған қауым бар, білесіздер оны. Менің де бағып отырған қауым бар. Сол қауымның көзінше, міне, осы отырған қыздардың барлығы, мынау менің оқырмандарымның барлығы, бұлардың рухы биік, бұлардың ар-намысы жалау деп тұрып, сөйтіп мен ауыз толтырып айтатындай маған әңгіме керек. Ал ана жерде мен байқайсыздар ма, мен қандай пост шығарсам да, ол посттардың барлығы тек қана осы ұлттық болмысқа арналады. Барлықтарыңызға айтатыным, мынау еліміздің болашағы үшін қам жесеңіздер, ұрпағымыздың болашағы үшін ойлансаңыздар, ең алдымен күні-түні
анау не айтты, мынау не жеді, мынау не киді деген жаңағы жылтыр дүниенің айналасында мен сізді жақсы көремін, сіз сондайсыз, сіз бұндайсыз дегеннен гөрі, одан да осы ұлттық дүниенің құдіретін көтеретін қомақ-қомақ, кесек-кесек сөз жазыңыздар. Жарай ма? Мен әрқайсыңызды сондай сөз жазып отырған қыздардың несі аккаунты мен міндетті түрде кірем, байқайсыздар ма? Егер де сондай әдемі, кәдімгі рухты оятатын бір әдемі комментарий болса, мен міндетті түрде кірем да сол қызға өзімнің пікірімді жазам. Бүкіл жаңағын бәрін қарап, барлық несіне, жасаған дүниесінің бәріне қолдау көрсетіп, лүпілімді пікірімді аямай мен шығамын. Вот насколько менің өзімнің басым жаңа күн-түн жұмыс. Соның өзінде мен сондай қыздардың жасап жатқан дүниесін қолдап кеткім келеді, жарай ма? Сондықтан айналайындар, біз бір ананың баласындай әлеуметтік желіде бір-бірімізді қолдайық. Енді бүгінгі біздің шеберлік сабағымыз бұл 3D ою. Жаңағы объемный ою дейді, я болмаса жаңағы көлемді ою. Ол көлемді оюды қыздар мен тапқан жоқпын. Бұның ең алғашқы аналогы Италияның қол өнерінде. Оның аты трапунта. Трапунта дейді, бірақ олардың жасаған дүниесі өте кішкентай. Олар оюды қиып алады дағы, оюдың шетін кішкентай ғана сөйтіп жібереді, содан кейін ішіне жаңағы ұзын ағашпен синтепонды, синтеватаны ішіне тығып, жан-жақтан жаңағы томпайтады. Ал біздің жағдайда, біздің енді қазақтың жүрген жері кең даласы, тұрған жеріміз, мынау кең байтақ, біздің мынау жүріс-тұрысымыздың барлығы үлкен дүниеге үйренгенбіз ғой біз. Жасасақ түбін түсіріп жасаймыз. Жау болсақ түбін түсіріп жау боламыз, дос болсақ түбін түсіріп жаңағы дос боламыз. Сондықтан мынау ұлттық дүниенің біздің ең алдымен жасайтынымыз көрпе. Көрпе қыздың жасауы, құда көрпеміз, қыз көрпеміз, жаңағы шай көрпеміз, абысыныма арнап береміз, абысынымызға береміз, құдағи көрпеміз, содан кейін күйеу көрпеміз. Енді былай қарап отырсаңыз, біздің жасап жатқан дүниенің барлығы осы қазақтың туыстық қарым-қатынасына арналады. Ол бір керемет дүние, туыстық қарым-қатынасты сақтай білу. Енді біздің бүгінгі мастер-классымызға не қажет? Қандай заттар қажет? Ең алдымен мен мына мата жайлы айтқым келеді. Мынандай жұмсақ велюр керек, трикотажный велюр дейді, я болмаса креш велюр дейді. Халықтағы аты, по-моему, ломанный велюр. Міне осындай міне жұмсақ, астары жоқ, осындай велюр керек. Одан кейін мынандай қаттылау, міне мен өзім жақсы көрем осы велюрды, матовый, шторный велюр дейді. Бұл мынау жаңағы оюдың асты, мынау оюдың үсті. Жұмсақтығына қарай өздеріңізде түсініп отырған шығарсыздар. Неге бұл жұмсақ? Бұның астына жаңағы объем бергенде бұл созылады. Объем басылып қалмайды, объем көтеріңкі, томпайып әдемі болып тұрады. Сондықтан да міндетті түрде үстіне тек қана трикотажный велюр саласыздар. Одан кейін бізге керегі негізгі маталардан синтепон. Синтепон, мен енді неден қарап жүрмін, Инстаграм парақшасынан кейде көзім көріп қалады. Сіздердің салып жүрген маталарың синтепон емес, поролон. Поролон салсаңыздар, онда оның шетін углын қиюымыз керек. Ал синтепон салғанда ондай қиюдың қажеті жоқ. Қазір түсіндірем. Синтепонның өзінің түрлері болады, қыздар. Двухслойный, трехслойный, мынау трехслойный. Сонан кейін мынандай әдемі, көрдіңіз ғой қандай мына, сондай қопсып тұр әдемі. Одан кейін мына жерде четырехслойный синтепон. Көріп тұрсыз ба міне? Міне, четырехслойный, шестислойный болады. По-моему, мынау шестислойный, мынау шестислойный, көрдіңіз ғой? Біздің қолданатынымыз шестислойный. Жалпы мен өзімнің кәсібімде тек қана қымбат 6 қабатты синтепонды қолданамын. Енді қазіргі мынау карантин жағдайында бізде рулонмен тұрушы еді, синтепонымыз бітіп қапты. Бірақ сіздер оны, егер де қазіргі жағдайда үйде синтепондарың жоқ болса, онда қалдықтар жинаңыздар, қыздар. Міне, мен мысалы мына қалдықты мынандай кішкентай таптым. Одан кейін мынаны қоям жанына. Мен сіздерге мысал үшін көрсетіп жатырмын. Мына шетін қиып алып тастаймыз. Мына шетін қиып алсаңдар да болады, міне үстіп. Мына астындағы базовый материалға бәрін реттеп келтіреміз. Міне мынандай кішкентай кусок тауып алдым. Мынаны мына жерге қоямыз. Сонан кейін
Міне мынаны егерде қорықсаңыздар бүйтіп инемен қабып алыңыздар бір-бірін қабып, егерде үйде синтепондарыңыз жаңағы целый бір тұтас синтепон болмаса, онда осылай жасауға болады, қорықпаңыздар. Одан кейінгі бізге керек материалы, одан кейін бізге керек двухсторонний клей, міне паутинка дейді. Бұны рулонмен сатылады. Бізге двухсторонний клей керек. Сонан кейін мынандай мен трафарет қолданам. Мынандай трафарет қолданам. Бұл қошқар мүйіздің жаңағы орталық фрагменті. Жалпы мына қошқар мүйіз көрпеде 3 фрагмент бар. Барлықтарыңыз менен трафаретті алып жатсыздар. Трафаретті егерде почтамен алам десеңіздер, ол трафареттің бағасы ұмытпасам 16 мың ба 18 мың. Жаңағы орталық фрагменті бар, орталық шет фрагменті бар, сонан кейін көрпенің тағы да шеткі фрагменті бар. Екі шеттен қойылатын. Сол 3 фрагмент бізде 16 мың теңге. Енді қазіргі жағдайда, егерде жаңағы трафаретті алам десеңіздер, сіздер почтаны жіберіңіздер, почталарыңызды сол Майраға жібересіздер. Почтаңыз жіберіңіз, мен сіздерге почтаға осы трафареттің бүкіл размерін почтамен жіберемін, 3 фрагментін. Бұлай трафарет ретінде алсаңыз 18 мың теңге или 16 мың теңге есімде жоқ. Ал егерде почта арқылы алатын болсаңыз, шаблонды почта арқылы біз сіздерге схемасын жібереміз. Сонан кейін өздеріңіз кез келген жерден барып, жаңағы распечатать ете аласыздар. Я болмаса жаңағы неге үлкен плотырға рекламный нелерге барып, рекламный мекемелерге барып, соны распечатать етіп алуға болады, жарай ма? Ондағы құны 5 мың теңге. Бұл жердегі бір құпиясы барлығыңыз байқаған шығарсыздар. Құрақты бәріңіз тігіп жатсыздар, оюды бәріңіз жасап жатсыздар. Бірақ та мен енді миллиметрға дейін мен мінсіз пропорцияны жақсы көрем. Миллиметрға дейін мінсіз құрақты, мінсіз оюды, сонан кейін балансты мен өте жақсы сақтаймын. Маған баланс керек. Кез келген дизайнда мен балансты сақтауға тырысамын. Енді бұл менің әрине қанша жылғы тәжірибем, қанша жылғы көзқарасым, әбден ширап келгендегі мынау оюдың размері. Енді мынау бізде жаңағы центральный узор, мына жақтар жаңағы боковой узорлар, міне. Сонан кейін бізге керек қайшы, қалам, сызғыш, сонан кейін мынандай ағылшын инелері, английские булавки. Одан кейін қыздар, егерде сіздер жаңағы оймамен айналысатын болсаңыздар, жалпы оймамен айналысатын болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде мынандай қайшы керек. Міне кішкентай ғана қайшы, былай қырынан қарағанда мына дүзі бүйтіп қисайып келеді, көрдіңіз ғой? Міндетті түрде осындай қайшыны көрсеңіздер, көп алып қойыңыздар. Жарай ма? Біз бұны кәдімгідей жәшік аламыз бұл қайшыны. Мына қайшымен оюды қиған өте ыңғайлы. Оюдың бір кіре алмайтын жеріне мына қайшы оп-оңай кіріп кетеді, жарай ма? Сондықтан оймамен айналысатын қыздар осындай қайшыны міндетті түрде алыңыздар. Енді неден бастаймыз? Мына размерін айтайын қыздар. Мына оюдың мынау астыңғы базовый мата. Осының үстіне қазір біз мынау жаңағы күлгін цвет, розовый цветтен біз объемный ою жасаймыз. 3D оюды осыдан жасаймыз. Сондықтан мынаның размері 51 сантиметр. 51-де 51. Ені де ұзындығы да 51 квадрат. Мынаның да размері 51-де 51. Одан кейін мен мына бір кішкентай кусок таптым. Мынандай үлкен міне. Целый кусок таптым. Бұның да размері 51-де 51. Үстіне салатын паутинкамыз да 51-де 51. Барлық размер 51. Түсінікті ғой, Енді мына базовый астындағы матаның біз теріс айландырамыздағы теріс жағынан. Мына несін жаңағы велюр жағын төмен қаратып, теріс жағын қоямыздағы осы жерге мына қошқар мүйізді алып кеп қоям. Қошқар мүйізді алып кеп қоямдағы осы жерге мынау
теріс жағына қыздар қошқар мүйіздің оюын сызам. Сонан кейін мен сызған кезде мынау ручканы былай тігінен ұстауға болады, тігінен, иә. Ручканы былай ұстауға болады, ручканы мынандай бұрышпен ұстауға болады. Мен мынау неде оймада міндетті түрде қаламды осылай ұстағанды жақсы көрем. Мына бұрыштың кәдімгідей еңкейтіп, мына узорды нақ оюдың нақ сызығын алғым келеді, жарай ма? Сызып біттім. Міне, көрдіңіздер ғой? Қошқар мүйізді сызып біттік. Енді мынаны мен теріс қаратам. Теріс қаратам. Одан кейін оның үстіне мынаның синтепонды тура сол размермен кесіп алайық, жарай ма? Оны сантиметрмен өлшеп алсаңыздар болады. Мен осылай үйренген, мен осылай кесе беремін қыздар, жарай ма? Қозғағанда байқаңыздар, жылжып кетпесін. Синтепонның размері 51-51. Енді мынаның үстіне мына келтірдік 51-51. Мынаның үстіне мен клей қоям. Қазір үтікті қосып қояйын. Мына двухсторонний паутинка осының үстіне қоям. Біздің қыздар бар ғой, оюды алғанда оюдың размері кішкентейлеу ғой. Сонда мына паутинканы сол оюдың размеріне келтіріп алады. Енді мен өзім молынан жасаған жақсы көрем, қыздар. Молынан жетпей қалғаннан көру, маған артық қалғаны мен құп көрем, жарай ма? Сол маған ыңғайлы. Енді міне қыздар, үстіне мен мына велюрді қойдым. Міне бәрін реттеп тұрып қойдым. Енді мынаның үстіне сіздер жаңағы бір кішкене қалыңдау матаны қойып, қалыңдау болғанда тіпті орамалды полотенце махровый. Сонымен қойып үтіктесеңіздер болады. Енді мен қолым жатып қалған, үйреніп қалған. Сондықтан да мен үстінен пармен міне тигізбей, жаңа велюрға тиіп тұрған жоқ, қыздар. Үстіп мен пармен үстінен өтем. Біздің мақсатымыз астындағы паутинка клейді еріту. Ал енді көрейік, міне қараңыз. Міне көрдіңіз ғой? Астында міне клей жабысты, міне. Клей жабысты. Сонда бізде мынандай сэндвич пайда болады. Не дейді, сэндвич дейма, бутерброд дейма. Міне бір қабат, екінші қабат, үшінші қабат. Көрдіңіз ғой? Осындай сэндвич пайда болды. Міне осындай сэндвич пайда болды. Енді ақырындап мынау ағылшын инесі, английский булавкамен шетін, қыздар, былайынан қайырып, мына ине жаңағы лапкаға перпендикулярна тұру керек. Солай түсініңіздерші. Мына шетіне инені былайынан қадап шығамыз, жарай ма? Енді мен мына шетіне қадайым. Инені астыңғы жағынан қадаңыз, себебі тіккенде қазір біз астыңғы жағынан тігеміз. Сондай инеміз көрініп тұру керек, жарай ма?
Міне қыздар, қазір мен жан жағын бәрін қадап шығам, аяғына дейін. Міне осылай болады. Түсініңіздер ғой. Енді тіккен кезде біз осыны қазір осылай теріс жағымен тігеміз. Оң жағымен тікпеңіздер. Себебі мынау үстіңгі жағымен тіксеңіз, мына велюр өте жұмсақ, тіккен кезде тартып кетеді. Сондықтан тігісті астыңғы жақтан тіккен жөн, жарайды ма? Қазір инені қадап бітейік. Одан кейін барып тігін машинесіне қазір отырамыз. Шеткі тігісін бірінші тігіп алуымыз керек қой. Міне қыздар, тіккен кезде мынау розовый жағын төменге қаратамыз. Міне үстіне біз жан жағының бәрін жаңа инемен қадап алдық. Енді тіккен кезде мынау жылжып кетпес үшін кішкене қолыңызбен бүйтіп басып ұстап отырыңыз. Енді орысша айтқанда подсаживать надо, да? Вот мынау орнынан қозғалып кетпес үшін. Себебі астары клейленген жоқ қой бұның. Бұның жаңағы үстіңгі өзі клейленген. Бісміллә. Мен алғанда мына шетінен 1,5-2 сантиметр аламын. Шетінен, жарай ма? Тура түбіне тікпейсіз, мен шетінен 1,5-2 сантиметр алып сөйтіп тігемін, жарай ма? Бісміллә. Әдемі тігілді. Мына жағын да сөйтеміз. Міне қыздар, көрдіңіздер ғой, 4 жағын біз үстіп бекітіп шықтық. Үстіп бекітіп шықтық. Енді мына оюлардың өзін тігеміз. Оюды тіккен кезде мен мына ортасынан бастаймындағы бірінші бір жағын алып кетем. Міне осы жерге бір жағын алып кетем да, одан кейін тоқтатып, екінші жағын алып кетіп, тура солай оң жағын, сол жағын көтеріп аламын. Егер де сіз мына оюды үстіп айландырып тігем десеңіз, онда мынау ішіндегі несі жаңағы мақтасымен үстіндегі мынау мата қиғаштанып үстіп, сонан кейін мынандай әжімдер пайда болады. Сол әжімдер болмас үшін мен міндетті түрде мына орталықтан бастаймындағы жан жаққа жіберемін. Сонан кейін сыртында сөйтіп жан жаққа жіберіп, әрбір ойды жеке-жеке 4 тарапқа мен тігіп шығам, жарай ма? Сондықтан сіздер асықпай, әрине бұл ұзақ болады, бірақ та сол жолмен тіккен дұрыс, қыздар. Қыздар, тура мына оюдың түбін алам, лапканы жібердім. Енді асықпай тіккен кезде тартпай үстінен басып отырып тігуіңіз керек, жарай ма, қыздар? Подсаживать надо, ладно? Бісміллә. Бұрған кезде ақырындап бұрыңыздар, жарай ма?
Бітірей. Үстінен таптан өтіп кетсек. Так, бітті міне. Міне біттік. Мына жағын көрейік. Мына жағы әлі көрінбейді, қыздар. Көрдіңіз ғой? Қазір міне мына жағынан. Міне үстінен бірдей қып алдық, қыздар. Көрдіңіз бе? Бірдей қып алдық. Бәрібір мынау тартады да, тартады. Сондықтан мен мынау размерді, мынау біздің қыздар оюдың размеріне жақындатады. Мен мынау велюрдің размерімен бірдей алғанды жөн көремін. Енді жаңағы мен қайшым қайда кетті? Міне жаңағы айтқан қайшым, қыздар, мынау жаңағы дүзі кішкене осындай басқа басына қарай бүйтіп қисайып келсе ғой, осындай қайшы тауып алсаң да құптан құп болар еді, жарай ма? Ал бісміллә, енді бастаймыз. Енді мынаны қиған кезде, қыздар, мынаның үстінде астында қолдануға болады. Өздеріңізге байланысты. Егер де қазір біз мынаны әп-әдемі қылып тұрып, аккуратно қиып шықсақ, онда астын пайдаланамыз, жарай ма? Енді мынаны қазір мен мына қайшыны кіргізем. Егер де сіздер аккуратно үстінде астында қолдануыңызға болады, егер де сіз барлығын тиянақты әп-әдемі тұрып қиып шықсаңыздар, жарай ма? Егер де ондай жасай алмайым десеңіздер, онда еріктеріңіз өздеріңізде. Мен мына жерден кішкентай ғана надрез жасайын. Міне, жасадым. Енді мынау астындағы поролонмен жаңағы синтепонмен бірге қиямыз, қыздар. Ал, бісміллә, кеттік. Түбінен міне. Барынша бірге қиыңыздар. Астындағыны. Жібін қиып алмаңыздар, қыздар. Содан кейін бәрін қиып біткеннен кейін тағы да жібін тазалаймыз, қыздар. Әрине бірден тазалап отырсаңыздар құптан құп. Міне, көрдіңіздер ғой. Енді үсті аккуратно аяғына дейін қиямыз. Міне мына жағы бүйтіп үстіп жабысып қалады. Содан кейін мына жағында ұстауға болады. Енді өздеріңізге байланысты, қыздар. Все, хватит. Кішкене қалды, қыздар. Мен бүйтіп мені көрдіңіз бе, екі жағымда бүйтіп ұстап тұрмын. Сонда қиғанға кішкене ыңғайлы болады. Так. Мына қиғанда, мен мына түбінен қиғанда қайшыны былай ұстаймын да, сонан кейін ішке қарай қиғанда қайшыны оңға қарай бұрам. Міне бітіп қалдық, кішкене қалды, қыздар. Кішкене шыдаңыздар қазір. Так, все. Біттік.
әп-әдемі. Енді қыздар, мынандай распарыватель алыңыздар. Мына осындай распарыватель, бәріңіз білесіздер. Мен жаңадан қосылып отырған қыздарға көрсетіп жатырмын. Енді біз мына қиған нәрсемізді біз көтеріп алуымыз керек. Естеріңізде ғой, біз шетінен закрепка жасадық. Енді осы закрепканы біз сөтуіміз керек. Қазір. Қазір. Қыздар, міне барлығын шетін босаттық. Міне қазір енді біз мынаны қиғанда өте ұқыпты қидық. Енді мен мынаны шетін ақырындап битіп алам. Міне бісміллә, ақырындап алыңыздар. Міне көрдіңіз бе? Қандай томпиған, әдемі біздің 3D оюымыз шықты. Енді мынаның шетін біз жаңағы зигзагпен тігіп шығуымыз керек. Зигзагтың арақашықтығы несі, ені 7 мм болғаны дұрыс. 7, енді 6 мм, білмеймін сіздердің зигзагтарыңыз қандай екен. Сонан кейін несінің жаңағы плотность, тығыздығы өте жақсы болу керек. Мен сіздерге қазір бұны біздің мынандай машинемен көрсетем, мен қол машинесімен, иә. Жалпы бізде енді үлкен не ғой, жаңағы промышленный ғой. Сондықтан біз бұны кәдімгідей кестенің астына саламыз да, біз кестелеп шығамыз мына жерді. Ал сіздерге қазір үй жағдайында қалай жасау керек екенін көрсетем, жарай ма? Одан кейін мынау сыртына қосылатын жіп, мынаның сыртын жабатын жіп, ол міндетті түрде мынау базовый тканьға соның бояуымен болу керек. Бізде қазір базовый бояу, мына жерде міне көк күлгін, я болмаса бирюзовый, тура осы бояумен жіпті алуымыз керек. Не үшін? Егерде біз қызыл бояумен алсақ, онда мына біздің оюымыз жалпиып кетеді. Ал егерде біз мынау бояумен алсақ, онда ою көзге өте сүйкімді көрінеді, жіңішке болып көрінеді. Сіздер байқайсыздар ма? Біздің осы 3D оюымыз өте жаңа жіңішке, сондай сүйкімді болып көрінеді. Себебі біз ылғи шетін мына базовый жіппен кестелейміз шетін, жарай ма? Енді мынау оюдың астыңғы жағы. Міне бітірдік. Қазір біз бұны машинеге апарамыз. Мен сіздерге оны көрсетем. Енді жаңа үстінен шыққан оюдан не істейміз? Ақырындап, оны біз клейледік қой жаңа. Қазір. Міне ақырындап осы жерге төсейік. Мынау несі жабылған. Жабысып тұр. Жаңағы астындағы оюы. Оюмен синтепон екеуі бір-біріне жабысып тұр. Көрдіңіздер ғой. Қазір осы жерге әдемілеп тұрып орналастырсақ, енді мынаны тігу қиын, бірақ та мына былай бір-біріне жақындатыңыздар, жарай ма? Сонда шеті бәрі әп-әдемі болып шыға келеді. Міне. Осылай. Мынаны қойған кезде қыздар әп-әдемі болып, бүкіл жан-жағы кетіп қалмай, геометриясының бәрі сақталсын, жарай ма? Әйтпесе оюларыңыз жайылып кетеді. Міне. Міне. Енді мынандай бұл жаңағы астың ою ана жақта қалды. Мына үстің оюды шығарып алды да, одан тағы да біз бір
фрагмент жасауымызға болады. Енді осының үстіне әп-әдемі тігу үшін мынаның астына, менде қазір өкінішке орай сол клей болмай тұр, мынаның астына жаңағы бумажный клей дейді, сонымен ақырындап әрбір жерден фиксировать етіп, әрбір жерден жапсырып қойсаңыздар, содан кейін істігетін машиненің астына апарасыздардағы мынаның шетінен битіп тігіп шығасыздар. Шетінен кәдімгі жай строчкамен тігіп шығасыздар, жарай ма? Одан кейін мына осы жерге жабысқаннан кейін үстінен барып жаңағы зигзагты жібереміз. Мен мына екінші оюды, бұны егерде жалғастырам десеңіздер, мен сіздерге қазір шет несін айтып отырмын. Жаңа мынаны астындағы базовый материалға қалай жабыстыратынымызды. Егерде осыны ары қарай көрсетсеңіздер, онда мен сол клейімді тауып алайын, жарай ма? Сіздер үйдің жағдайында мынандай закручивающий бумажный клей бар. Сол бумажный клейді алып, өзі бір карандаш сияқты, сонымен бүйтіп жағып, бүйтіп үстіне батырып қойсаңыз, жабыса кетеді, жарай ма? Одан кейін істігетін машиненің астына апарасыздар да тігіп, сонан кейін жаңағы зигзагқа түсіресіздер. Енді осымен мен көрсеттім сіздерге. Енді машинеге отырып, жаңағы арнайы зигзаг машинесіне отырайық. Сол зигзаг машинесімен мына оюымыздың айналасының барлығын біз жаңағы кестелеп шығайық, жарай ма, зигзаг машинесімен. Болды, жүріңіздер. Қыздар, енді біз мынау үшті оюды түсіндік. Мынау жаңағы томпақтығы, объемы қалай берілетінін түсіндік. Бұны сапалы қылып тұрып, әп-әдемі қылып тұрып, бұны біз шығардық. Енді егерде бұл ең қиын жері осы, екінші қиын жері осы. Егерде біз мынаның айналасын қазір жабамыз ғой зигзагпен. Зигзагпен жапқанда сіздердің үйлеріңізде әрқайсыңызда болған үйдегі машинелерде зигзаг бар. Себебі бытовой машинеде ол бар. Мынау менің вышивальный машинем. Бірақ мен сіздерге көрсету үшін қазір осы машинеде көрсетем, мен зигзагпен көрсетем сіздерге. Зигзагқа қойылатын бірақ талап. Зигзагтың ені ең аз дегенде 5 мм, 7 мм болғаны жақсы. Сонан кейін мынау лапканы қойған кезде лапканы ортасынан алғандарыңыз дұрыс. Мынау сызықтың ортасынан алсаңыздар, мынау оюдың. Сонда мына жағында жабады, мына жағында жабады. Одан кейін біз енді әрине ылғи сұрап жатасыздар ғой, апа, сіздің мынау айналасы қалай тігіледі деп. Біз промышленный үлкен жаңағы вышивальный машинеде тігеміз. Бізде үлкен машине бар, промышленный. Біз сонымен тігеміз. Қазір сіздерге көрсету үшін мына кішкене вышивальный машинемен көрсетеміз сіздерге. Асықпаңыздар. Зигзагтың бір несі, талабы асықпаңыз. Асығып жаңағы, я болмаса матаны тартып отырсаңыз, енді кейде мата тоқтап қалады, бірақ тартқан күннің өзінде де ақырындап қана жылжытыңыз. Егерде қатты жылжытып кетсеңіз, жаңағы базардағы көрпелердің айқыш-ұйқыш зигзагы болып шыға келеді. Зигзагтың плотности деген болады. Ол плотность жаңағы өзіңіздің машинеңізде регулировкасын жасап қойып аласыздар, жарай ма? Сол мен енді бәрін айтқан сияқтымын. Енді бастайық. Міне қыздар, енді мен инені тура мынау ненің оюдың тура ортасына қоям. Лапканың ортаңғы сызығын кішкене көбірек мынау неге розовый жаққа кішкене өткізіңіздерші, жарай ма? Кішкене розовый жаққа көбірек өтсін. Бісміллә. Тағы да ортасына түсірейін. Кішкене розовый жаққа
лапканың кішкене бөлігі розовый жаққа шықсын жарай ма? Басымырақ бөлігі. Мәшінені жүргізіп отырғанда, мына плотностьтің біркелкі шығу үшін мәшіненің дауысына да қараңыздар, мәшіненің жүрісіне де қараңыздар. Сонан кейін мынаны сезу керек та, мына қолмен зигзагты шығару өте қиын, оны кішкене сезу керек, жарай ма? Біз енді ылғи вышивальный мәшіне үйреніп қалғанбыз, ана промышленныйге. Сондай ақырын, баяу. Так, кішкене. Енді мен көрсетсем, қазір қыздар кішкене көрсетейін. Міне, қыздар, мына жерден қарасаңыздар, міне, үстіп, мына жер жарықта көрініп тұр ма сіздерге? Міне, үстіп, көрдіңіз бе? Осылай тігіп шығуға болады, міне. Менде міне кейбір жерде кішкене жаңа бұрылған кезде алшақтанып кеткен. Мына жер сондай жақсы шыққан. Енді бұны өздеріңіз сезулеріңіз керек, жарай ма? Сөйтіп бүкіл оюдың бәрін үстіп, жаңағы зигзагпен жауып шығасыздар. Менде көрдіңіз бе? Тура кесте сияқты түсті. Мынау кесте емес, мынау зигзаг. Жарай ма? Ал біз анау неге біз анау промышленный все, мынау кесте емес, мынау жаңағы зигзаг. Сондықтан үйдің жағдайында осындай асықпай өстіп жасап отырсаңыздар, өзі шығады, қыздар. Ал қыздар, осымен бүгінгі шеберлік сабағымыз аяқталды. Мен сіздерге мына жерге жаңағы ортасындағы фрагмент дедім ғой, центровой фрагменті. Сол размерін айттым. 51-де 51 сантиметр деп. Міне тура 51-де 51 болса, осылай ортасына түседі. Одан кейін бағана осы шеберлік сабақтың басында айттым. Мына жан жағындағы фрагменттер бар, сонан кейін мына көрпенің шетіндегі фрагмент бар. Осы 3 фрагменттің егер де сіздер трафарет күйінде менен посылкамен алатын болсаңыздар, 16 000 теңге
ұмытпасам қыздар, әлі күнге дейін сұрай алмай жатырмын. 16 я 18 мың теңге. 3 фрагмент. Бұл фрагменттердің размерін мен 10 жылдан астам уақыт болды, осыны мен қолданып жүрмін. Енді жаңағы фрагментті көрпеде қалай қолданамыз, міне көрініп тұр. Одан кейін міне жастықтарға үстіп қолданамыз. Мына көрпенің жастығының өзі осындай бір фрагменттен болады. Мына жастықтың астына артындағы замокты қалай салу керек екені менің YouTube арнамда бар, қыздар. Лоскутное шитье как бизнес деген каналды баса қалсаңыздар, я болмаса Ырза Тұрсынзада мастер-класс десеңіздер, сол жерде замокты қалай орнату керек екендігі бір әдемі мастер-класс бар. Замоктың бояуы міндетті түрде мынау матаның бояуымен бірдей болу керек, жарай ма? Содан кейін замокты ортасынан қоя салмаңдаршы, сол жерде барлығы көрсеткен. Тура солай жасаңдаршы, сонда мына жасаған дүниеңіз бір сондай сапалы, жаңағы сүйкімді, қай жағынан қарасаңыздар әп-әдемі болып тұрады. Мынау енді тапсырыспен жасалып жатқан дүние жастықтарымен. Енді мынандай жаңағы көрпенің шетіне қоятын мынандай фрагментіміз бар. Осы фрагментті мен осылай қолданамын. Бұл жерде 3D ою, жаңағы 3D ою. Мен осы жерге жаңағы неше түрлі тілектерімді жазамын. Мына жерге бір өзімнің ойыма келген бір авторлық ұсыныстарым болады. Менің жаңағы тапсырыс берген осы ұлттық дүниенің сағынып келген өзімнің тұтынушыларыма мен сондай өзім ұсыныс жасаймын. Сондықтан да сіздер де ұсыныс жасаңыздар, жарай ма? Мына шеткі фрагмент үстіп қолдануға болады. Бұл шеткі фрагмент мынау көрпенің шетінде қолданылады. Мысалы, дәл осы тапсырысқа мен былай деп жаздым: бақ, береке, бірлік төріңізден түспесін деп. Осымен біздің шеберлік сабағымыз аяқталды, қыздар. Бақ, береке, бірлік төрімізден түспесін. Құдай аман есен, осы карантиннен аман есен басымыз түгел болып шықсын, жарай ма? Сіздерге тілейтінім, өнерлеріңіз өрге дөңгелесін, шабыттаныңыздар, шабыттарыңыз шарықтасын. Дәл қазіргі уақытты бір керемет пайдалануға болады, қыздар, дәл қазіргі уақытта. Сондықтан да шаршамай, уақыттарыңыз босай қалса, осы дүниені тігіңіздер. Енді мына көрпені қай жағдайда береміз? Мына көрпеде қошқар мүйіз. Бүкіл қазақтың ою өрнегінің ең негізгісі ол қошқар мүйіз. Қайдан шыққан қошқар мүйіз? Біздің ата-бабаларымыз 4 түлік малды кәсібі, негізгі кәсібі жаңағы 4 түлік мал болған. Ұлан-ғайыр далада жайлауы бар, қыстағы бар дегендей. Сондықтан бұл қошқар мүйіз жаңағы берекенің, тоқшылықтың, баршылықтың, бір мамыражай заманның нышаны. Сондықтан мен мынандай көрпені міндетті түрде қыздың жасауына құдаға бергізем. Бүкіл әулеттің иесі құда, ер азамат. Сондықтан да ер азамат қайда жүрсе де, қандай кәсіпте болса, не істесе де, ер азамат жаңағы шаңырақтың бүкіл малын табатын ер азамат. Сондықтан мен мынаны қыздың жасауына қосқанға да жаңа құда көрпе деп берем. Одан кейін неше түрлі жаңағы юбилейлер болады ғой, мерейтойлар. Сол мерейтойларға мен ылғи өзімнің тұтынушыларым айтам: осы көрпені сыйға тартыңызшы деймін. Құдай осы көрпенің үстінде үбірлі-шүбірлі болып бала шағаңызбен, немере шөбереңізбен аунап-құмнап, Құдай сол күндеріңіз осы көрпенің үстінде қызығымен өтсін деп. Енді тілектердің барлығын өздеріңіз келтіресіздер, жарай ма? Міндетті түрде көрпеге ат қою керек, жарай ма? Оны мынандай көрпе дегеннен гөрі менің туындым деп сөйлеңіз, менің шығармашылығым деп. Осы сізге арнап мен осындай өзімнің туындымды ұсынам деп. Енді айта берсек әңгіме көп, қыздар. Мен шет жағасын сіздерге жеткіздім. Барлықтарыңызға тілектеспін. Үлкен рахмет, осыншама шыдамдылық танытып жаңағы менің шеберлік сабақтарымды күттіңіздер. Келесі шеберлік сабақты күтіңіздер. Енді мына шеберлік сабақты естеріңізде ме, мен тікелей эфирде беруім керек болған. Мен енді былай шештім: тікелей эфир 24 сағат қана ғой. Сол кешіктіргенім бар, сіздерден кешірім сұрап, кішкене кеңінен сіздер үйренсін деп мен 48 сағатқа қойдым.
Сонымен осы шеберлік сабақ 48 сағат болады қыздар, 2 сутка, 2 күн. Сондықтан 2 күннің ішінде міндетті түрде бүкіл дәрістеріңізді алып қалыңыздар. 2 күннен кейін бұл мастер-класс жабылады. Білесіздер, мастер-класстың құны 2000 теңге, 5000 теңгелік, 10 000 теңгелік мастер-класстар бар. Бірақ осы 3D-ні бүкіл жұрт сұрағаннан кейін үстіп мен қазір қыздар үйде отыр ғой, қол жетімді болсыншы деп мен 2000 теңге қойдым. Енді бұл мастер-класстан кейін барлықтарыңыз білесіздер, осы мастер-классқа қатысқан қыздарға мен әдеттегідей қымбат авторлық дизайндағы маталарды конкурсқа шығарам. 2 күннен кейін бұйыртса қыздар, түнгі эфирде мен алдын ала Инстаграм парақшамның сторизінде берем. Қыздар, парақшамның өзінде бере алмайым. Қазір бізде антикор айтыс жүріп жатыр, барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан да мен парақшамның сторизінде оған қосымша Майра ханым сіздерге жеке чатқа жібереді, жарай ма? Ырза апа бүгін осыны ойнатады деп жаңағы уәде қылған менің авторлық дизайндағы маталарымды ойнатамыз. Нөмір алуды ұмытпаңыздар. Егерде біреулеріңізде нөмір болмаса, Майра ханымға звондап, кезектік нөмірлеріңізді, реттік нөмірлеріңізді алыңыздар, жарай ма? Енді сол конкурста кездескенше күн жақсы болсын. Мынаның бояуларын әрқайсыңыз өзіңіздің қиялыңызға байланысты, шабытыңызға байланысты бояуын өзгерте аласыздар. Шарт біреу ғана бояу таңдағанда, 2 бояу бір-бірін ашық, қанық ашып тұру керек, жарай ма? Егерде мына бұлыңғыр бояу болса, мына қошқар мүйіздің объемы көрінбей қалады. Жалпы қандай ою салсаңыз да, оның объемы көріну үшін екеуі сондай ашық контрастта болу керек, жарай ма? Қыздар, осымен бүгінгі шеберлік сабағым аяқталды. Ниет қойып осыны үйренем деген пейілдеріңізден айналдым. Құдай осы кәсіп сіздерге бір нәсіпті болсыншы жаным. Мен 10 жыл бойы осы кәсіптің талай малын тауып қызығын көрген апаларыңызбын. Үлкен рахмет. Келесі шеберлік сабағында кездескенше күн жақсы.